Мен Ахметов Мажит Мадалиевич, Көкбейінді облыстық аурухана дәрігері, анестезиолог-реаниматолог. Қазақстанда 1 наурыз тек көктемнің басталуы ғана емес, бұл күні Қазақстанда 2016 жылдан бері алғыс айту күні деп бекітілді. Менің ойымша, сіз бұл күні ғана емес, кез келген жағдайда жақсы жағын табуға тырысыңыз және күн сайын ризашылық білдіріңіз. Егер сіз жақсы ойласаңыз, кез келген жағдайдан сіз жақсы нәрсе ала аласыз. Адамнан мал артылмайды дегендей. Осы жарқын және жақсы мерекеде мен ең алдымен әріптестерім дәрігерлерге олардың жұмыстары үшін ризашылығымды білдіргім келеді. Өткен жылдың барлық ауыртпалығы олардың мойнына түсті. Мен отбасыма және достарыма кез келген өмірлік жағдайда жанымда болғаны үшін алғыс айтамын. Менің туыстарым менің жеңістерім мен жетістіктеріме әрдайым шын жүректен қуанады және қиын сәттерде олар әрдайым көмек қол созады. Құдайға өмір үшін, денсаулығым үшін, басыма шаңырақ көтергені үшін, байсалды ақыл үшін және даму мүмкіндігі үшін шексіз алғыс айтамын.